Сәлем достар, сізбен бүгін мен Жаны Женсер Жанта каналына мен анама қош келдіңіздер достар. Бүгін бізде блогер болғым келетін 3-ші сериясы. Достар, барынша қолдау білдірмей кеттіңіздер. Енді шындығымды айтайын, шынымен актив түсіп кеттім мүлдем. Өтінемін, тез активті көтеріп жіберейік. Бұл жайлы мен айта кетейін. Алдында қыз, сол Сая деген қыз бізде енді жұмыс істеді ғой. Ал бұл именно қазір көрсететін көрінісім, ол сол жұмыс істеп жатыр, қазіргі таңда. Ол ақша таппай тұрып, ақша тапқанын көрсеткен. Мен алдында толық просто көрсетіп шыққам. Ал енді просто бөліп түсінбей қалмасын деп, бұладан ақша таппай әлі жұмыс істеп жатыр. Адаммен саудаласып жатқан кездегі таң атады, сол кезде ол таң атпай барды ғой тез. Сол таң атып уже 9-8-дердің кезінде болатын көріністі мен қазір көрсететін болам. Ал кеттік. Ойбай, сағат неше болды? 9 болыпты ғой. Мен онда оятайын аларды. Әкесі, қызы тұрыңдар. Алмам. Тұра ғой балам. Жер. Бұл тұрсайыншы, жұмысқа баратын сенсің бе, менсің бе? Ой, менмін ғой. Ладно. Не тағыз? Қағаз. Әр жерге тасып кете бермейші осындай қағазшы. Жарайды, онда кейін олайық. Осы киімдермен жатып қалғанымыз қалай кетті. Алдыңғынікі ғой бұл. Барлығы неден кейін ғой? Шоппинг. Уборщиктің киімін алайын. Мен онда тоже киініп алайын. Мына киімді. Бүгін осы киімді киім кеп тұр. Сен негесін? Мен әждегі білмеймін. Қай киімді мұны киюге, мұны киіп кетем. Оғымды алып кетем. Кеттік онда жүрінді. Қызымыз қайда? Мен қайдан білейін? Сенің қызың ғой. Заттар жоқ қой, қарасайшы. Киімдері қақтан сөмкелері. Немене? Әлі сабақ басталған жоқ. Сабақ әлі 10-20 күн. Құмаш шамай елсің алды жасқайын деген ба? Бүгін ғой август басталды ғой енді ғана. Бір ай бар ғой енді, қақайды қалды. Әпке, қайда? Ой, қаршы, түк зат жоқ па? Шкафтың артында түк жоқ. Ой, жарайды. Мен ойнауға кеттім. Жақсы бара ғой. Жүр онда біз онда тамақ істей берейік. Мүмкін пранк істеп атқан шығар. Ой, мен ойнаймын. Күшті, ой, поезд. Сен бір қағазды мүздің. Олай істеуге болмайды. Не бұл қағаз? Анасыма апарып берейін. Қызым, әкесі мас болсын. Рахмет қызым. Не болды? Көрінісі. Қағаз не? Менің поезім басып кетіпті. Әкел оқиын. Мен оқиыншы. Бір. Жаным қызым, хопе же әкеңнің алдына барып отырып ал. Тастай ғанамды. Қалайсыздар? Кім бізге қалайсыздар деп жатыр екен? Қызық болып бара жатыр. Қалайсыздар? Жақсысыздар ма? Барлығы дұрыс па? Таңғы астарыңызды ішіп отырсыздар ма? Ішіп отырсаңыздар ас болсын. Рахмет. Мен сіздердің қыздарың Сая болам. Дейді, Саяп дейді ма? Саяп кене, татындаш болды. Мен қыздарыңыз сол Сая. Мен үйден кетіп қалған үшін кешірім сұраймын. Сіздер мені таппай не бәлеге ұшырады деп ойлап қалмаңыздар. Үйден кеттім деген несі? Үйден кеттім. Үйден кеткенім үшін кешірім сұраймын. Мен блогер болғым келеді. Ал блогерлер жай ғана блогер болмайтынын білемін. Және оны сіздер түсінген жоқсыздар. Мен енді өзім талпынуым керек. Блогерлік жай бола салмайтын дүние, ал мен оған қол жеткізуім керек. Қаншама ақша жинап алайын, содан кейін сіздерді алып кетемін. Мен сіздерді жақсы көрем. Әкешім, анашым, және сіңілім.
Қызым кетіп қалған ба? Бұл пранк емес па? Пранкқа ұқсамайды ғой. Мен әпкемсіз не істей? Қызым кетіп қалды. Әпке. Ай, болды, жыламаңдар, жындысыңдар ма? Мен жұмысқа ешіп бара тұрмын. Сонда қызыңнан қарағанда сол жұмысың маңызды болып қалды ма? Табу керек қой оны. Табу керек. Табу. Кім? Так. Кім екен? Так, сообщение жіберіпті. Оқыш. Анашым, әкешім, ойымдамаңыздар. Менің жағдайым жақсы. Бір күндікте немесе бір апталықта өте күшті нәрсе болмақ. Шыдаңыздар дейді. Не болады екен? Ай, мен қайдан білейін. Күтеміз ба енді? Мен іздегім келеді. Ол бізге сыйлық жасағысы келіп тұрған шығар. Жарайды. Оның ақы жинап тастайық, жеп-жеп.